Амансыздар. Неге бізге ғылыми сана керек? Неге осыны біз көп айта береміз? Себебі мынандай уағыздардың себебінен болады көбіне. Енді мына уағызда айтып тұр, ақырет күні бірден болмайды дейді. Күн батыстан шыққанменен ақырет күні бірден болмайды дейді. Ал осының ғылыми түсініктемелеріңізді көрсеңдер, күн батыстан шығу мүмкін емес, және оны адамдар неге күн шықпай кетті деп оны күтіп отыра алатындай дәрежеде емес. Өйткені жер өз осі бойынша айналуын тоқтатқан секундтан жерде апокалипсис, катастрофа секунд басталады. Еш нәрсені ешкім сезбей де қалады. Күн батыстан шығу үшін жер кері айналу керек қайтадан. Физика заңы бойынша. Ал ол үшін жер тоқтау керек айналуын. Тоқтамақ түгілі өз осымен жай енді түсінікті болу үшін оборотын қайтарғанның өзінде ешқандай тіршілік қалмайды жер бетінде. Мына уағызды тыңдатайын, және оның аржағында ғылыми мына бір жігіттің айтқан нұсқасын аржағына қойып беремін. Өте керемет дәлелмен айтып берді. Бірінші уағыз тыңдап алайық. Күн батыстан шыққаннан кейін бірден ақирет болмайды. Күн батыстан шыққаннан кейін ары қарай адамдар тағы да өмір сүреді. Көріп алған киноларымыз бар ғой, бағана Армагеддон болып ондай болып кетпейді. Бірақ Алланың мейірімі сол түнге де белгі қойып қойған да. Хадисте келеді, ол түн сондай ұзақ түн болады деді. Адамдар уайымға салынады. Не болып кетті, таң атпай кетті деп. Қазір уже түс болатын уақыт, әлі таң атқан жоқ. Сөйтіп уайымға салынады. Кейін таң атады. Таң атқаннан кейін күн шықпай кетеді. Тағы да адамдар уайымға салынады. Неге күн шықпай жатыр деп бәрі шығысқа қарап отырған кезде батыстан күн шығады. Пайғамбарымыздың айтқанының ақиқат екендігін барлығы білет, иман келтіреді, бірақ имандары қабыл болмайды. Яғни адамдар қалай өмір сүрді, күн батыстан шыққаннан кейін сол жағдайда қалады. Сол үшін де біз осы нәрселер ғайып болып тұрған кезде иман келтіруіміз керек. Алланың бар екені ақиқат. Ешкім өзінен өзі пайда болған жоқ. Алла тағала баршамызға сол естіп білгенімізге амал етуімізді, және сол амалымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Күн батыстан шықса не болады? Дінде бұл ақыр заманның белгісі ретінде айтылады, бірақ ғылым тұрғысынан қарасақшы, бәріміз білетіндей, жер күнді айналады. Жер өз-өзінен батыстан шығысқа қарай айналғандықтан, бізге күн шығыстан көтерілетіндей көрінеді. Егер жер керісінше айналса, онда күн батыстан шығатын еді. Ғалымдардың айтуынша, жердің айналу бағытын өзгерту үшін орасан зор күш қажет. Себебі жер тоқтаусыз айналып тұрған алып шар. Кері айналу үшін жер кенет тоқтап немесе баяулауы керек. Мұндай жағдайда атмосфера мен мұхиттар инерциямен қозғалысын жалғастырады, яғни ауа мен су секундына 100 метр жылдамдықпен жер бетін сыпырып өтеді. Мега цунами пайда болады, континенттер қирайды, қалалар жойылады. Бұл күннің батыстан шыққанын көретін тірі адамда қалмайды деген сөз. Сондықтан мұндай идеяны ежелгі адамдардың әлем жайлы түсініктерінің жемісі ғана деп қабылдаған жөн. Арнаға жазылып, пікір қалдырып кетіңіздер.